Остеопороз сүйек ауруы. Бұл ауру әсіресе орта жасқа келген әйелдерде климакс басталғаннан кейін белең алады. Остеопороз жылдар бойы байқалмай басталады да нәтижесінде сүйектер кеуектеліп сынады. Аты жаман аурудың алдын алу үшін жас кезде, жүктілік кезде Д дәрумені мен кальцийдің жеткілікті мөлшерде қабылдау керек. Сондай-ақ халықтық жолмен де аурудан айығуға болады. Жұмыртқаның қабықтарын тұмша пешке салып 30 минутқа қалдырыңыз. Әбден кепкен қабықты жақсылап ұнтақтайсыз. Сонан соң 150 грамм ұнтаққа 150 грамм ара желімі мен 75 грамм балды араластырып 2 шай қасықтан күніне 3 рет қабылдайсыз. Емделу ұзақтығы 2 ай. Бір ас қасық ұнтақталған қызыл мия тамырына, яғни солодкаға 2 стакан қайнаған су құйып тұндырасыз. Шамамен жарты сағаттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, жарты стаканнан күніне 4 рет ішесіз. Емді тамақтанудан алдын жүргізу керек. 2 дана пиязды қабығынан тазалап тураңыз. Оны қызып тұрған майға салып қуырасыз. Сарғыш түске енген кезде 1 литр су құйып қайнатасыз. Бір қайнап шыққан соң отын бәсеңдетіп 15 минуттай баяу қайнатасыз. Емдік сорпаны 3-ке бөліп, әр тамақтанудан алдын ішесіз. Емді 1 ай бойы үзбей жүргізсеңіз, остеопороз ауруынан айығатыныңызға сеніңіз. Сондай-ақ 20 грамм ақ желкен мен 20 грамм ас көкті шыны ыдысқа салыңыз. Үстіне 500 мл қайнаған су құйып, тұндырып қоясыз. Жарты сағаттан соң тұнбаны сүзіп алып 100 мл күніне 3 рет ішу керек. Емді 6 ай жүргізесіз. Бір ас қасық ұнтақталған бақбақты, яғни одуванчикта 200 мл қайнаған суға салып 30 минут тұндырасыз. Тұнбаны теңдей етіп 3-ке бөліп, әр тамақтанудан алдын қабылдайсыз. Емді 3 айдан 6 айға дейін жүргізуге болады. Остеопороз ауруының алдын алу үшін құнарлы дәруменге бай тағамдарды тұтыныңыз. Сонымен қатар минералды заттарға да мән беріңіз. Кофені, шайды, шоколадты, тәтті, майлы тағамдарды, май, маргарин, майонез, алкогольді ішімдікті, қара бидай ұнынан дайындалған нанды, картоп пен етті мейлінше шектегеніңіз жөн. Мүмкіндігінше дастарханыңызды кальций элементіне бай сүт өнімдеріне, тағамдарға, жұмыртқаға, жаңғаққа, жасыл түсті көкөністерге толтырыңыз. Сондай-ақ Д дәруменіне бай қаймақты, балықты, А дәруменіне бай салат жапырағын, асқабақты, бауыр мен жемістерді көбірек жеңіз. Остеопороз әлсіз және нәзік сүйектермен сипатталатын жағдай. Бұл жағдай көбінесе ұзақ уақыт бойы дамиды. Ол сүйектер соншалықты сынғыш және әлсіреген кезеңде кездеседі. Бұл жұмсақ қысым немесе стресс қарқынды және ауыр сынықтарды тудыруы мүмкін. Бұл сынықтар ең алдымен омыртқада, білекте немесе жамбаста пайда болады. Бірақ сынықтар дененің басқа сүйектерінде де байқалады. Остеопороз қалай дамиды? Сүйек үнемі бұзылып, орнына келетін тірі ұлпа. Остеопороз жаңа сүйектің пайда болуы ескі сүйектің жоғалуына сәйкес келмегенде пайда болады. Барлық нәсілдегі ерлер мен әйелдер зардап шегеді. Остеопороз дегенмен ақ нәсілді және азиялық әйелдер бұл жағдайда басқаларға қарағанда көбірек алады. Дұрыс тамақтану, жаттығу және дәрі-дәрмектер сүйектердің әлсіреуін азайтуға көмектеседі. Остеопороздың белгілері қандай? Остеопороз жиі асимптоматикалық болып табылады және кейде сынықтар болған кезде ғана айқын болады. Дегенмен оны ертерек емдеуге болатын кейбір белгілері бар. Бұлар еңкейген поза, биіктіктің жоғалуы, арқаның ауырсуына байланысты сынған омыртқа, сүйектерді оңай сындырады. Егер сізде ерте менопауза болса немесе бірнеше ай бойы кортикостероидтарды қабылдасаңыз немесе ата-анаңыздың біреуінде жамбас сүйектері сынған болса, дәрігерге барып сөйлескеніңіз жақсы болады. Адам ағзасы үнемі жөндеу күйінде болады. Жас кезде жөндеу және жаңарту тозуға қарағанда тезірек жүреді. Ал егде жастағы жаста керісінше. Дені сау орташа адам 30 жасында ең жоғары сүйек массасын дамытады. Және бұл кезеңнен бастап біртіндеп төмендеуі сүйектердің әлсіреуіне әкеледі. Бұдан басқа әртүрлі басқа да факторлар сіздің даму ықтималдылығыңызды анықтайды. Остеопороз сүйек тығыздығын өлшеу арқылы диагноз қойылады. Бұл сіздің денеңіздің минералды пропорциясын анықтау үшін рентген сәулелерінің
өте төмен деңгейін пайдаланатын құрылғы арқылы орындалады. Остеопорозды келесі 10 жылдықта сүйек сыну қаупін болдырмауға көмектесетін дәрілерді қамтиды. Бұл препараттар сүйек тығыздығына байланысты тағайындалады. Бұл емдеудің кейбірі биофосфонаттар, яғни ең жиі тағайындалатын дәрі остеопороз биофосфонаттар қаупі жоғары әйелдер мен ерлер. Олар сондай-ақ сезім сияқты шамалы жанама әсерлерді дамытады. Моноклоналды антидене деносумаб 6 ай сайын тері астына егу ретінде енгізілетін моноклоналды антидене. Бұл екпе басталған кезде жүйелі түрде енгізілуі керек. Олар сондай-ақ сирек жамбас сүйегінің сынуы немесе жақ сүйегінің остеонекрозы сияқты ауыр жанама әсерлерді тудыруы мүмкін. Үшіншіден, гормондық терапия. Гормондық терапия әдетте менопаузадан кейін көп ұзамай әйелдерге тағайындалады. Әйелдерге сүйек тығыздығын сақтауға көмектесетін эстроген тағайындалады. Ер адамдарда тестостерон деңгейінің төмендеуіне байланысты сүйек тығыздығының төмендеуіне ұшырайды, сондықтан тестостеронмен емдеуге болады. Төртіншіден, сүйек құрайтын дәрі. Басқа нұсқалардың көпшілігі нәтиже бермесе, дәрігер келесі препараттарды тағайындай алады. Бұл дәрілер терипарат, абалопаратид, ромосозумаб. Остеопорозбен қалай өмір сүруге болады? Төмендегі ұсыныстарды остеопороздардың, яғни сүйектердің сынуы даму қаупін азайтуға көмектеседі. Ең біріншіден, темекі шекпеңіз. Темекі шегу сыну мүмкіндігін және сүйектердің жоғалуын арттырады. Алкогольді шамадан тыс тұтынудан аулақ болыңыз. Күніне 2-ден көп алкогольді ішу сүйектің қалыптасуын төмендетуі мүмкін. Құлаудың алдын алу. Әрқашан тайғақ емес, табаны бар, аласа өкшелі аяқ киімді киіңіз. Және үйіңіздегі кілемшелердің, электр сымдарының және құлауыңызға себеп болатын тайғақ беттердің бар жоғын тексеріңіз. Барлық бөлмелерді жарықтандырыңыз. Душ есігінің ішіне және сыртына тұтқаларды орнатыңыз және төсекке оңай кіріп шығыңыз. Ауыр асқынудың алдын алу үшін диетаға немесе күнделікті режимге келесілерді қосу керек. Ол ақуызға бай диета, оңтайлы дене салмағын сақтау, кальций мен Д дәруменін үнемі қабылдау, тұрақты жаттығулар, соның ішінде күш жаттығулары, теңгерімді тамақтану және салауатты отырықшы емес өмір салтын арқылы бақылауға болатын жасқа байланысты ауру. Алдын алу остеопороз кальцийді, ақуыздарды және Д дәруменін жоғары тұтыну арқылы мүмкін болады. Соңында одан әрі зақымдану мен мүгедектікке жол бермеу үшін симптомдар басталған кезде дәрігерге қаралу керек. Остеопорозды қалай ерте анықтауға болады? Остеопороз сүйек тығыздығын сканерлеу арқылы ерте анықтауға болады. Бұл сканерлеу денеңіздегі сүйектердің тығыздығын көрсетеді. Бұл сонымен қатар дәрігерге сүйектеріңіздің саулығын анықтауға көмектеседі. Сүйек тығыздығының аздап төмендеуі остеопения деп аталады. Остеопения алдыңғы кезең. Остеопороз сүйектің тығыздығы төмен, бірақ санатқа жатқызу үшін жеткілікті төмен емес остеопороз болып саналады. Идеалды сүйек тығыздығы қандай? Сіздің дәрігеріңіз сүйектің тығыздығын анықтау үшін сүйек тығыздығын сканерлеуді тағайындауы мүмкін. Бұл оған ауырсынудың себебін және сізде жиі кездесетін сынықтарды бағалауға көмектеседі. Сүйектің тығыздығы Т балл деп аталатын балл түрінде есептеледі. Бұл аурудың алдын алу үшін рационға қандай тағамдарды қосу керектігі туралы келесі видеоларда айтатын боламын. Видео сізге пайдалы болса, жақындарыңызбен бөлісіп, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.